Жүрегі тәуекелшіл адамдар жәннатқа кіреді деген екен да. Тәуекелшіл адамдар, яғни құстың тәуекелі бар ғой, сұмдық қой қажекелер. Не аяғы жоқ, не қолы жоқ, жұмыс істейтін, не аузы жоқ айтатын. Ей, бер жіберіңдерші, ана балғанап бер, жіберейін. Жоқ, ештеңе жоқ қой да. Тек Құдай тұмсық берген, қонатын аяқ берген, ұшатын қанат берген болды. Сонымен дейді да, қарасаңшы, пайғамбар айтады саллаллаху алейхи вассалам, жемсауы аш құс дейді, таңертең ұясынан шығып кетеді дейді да, Аллаға тәуекел етіп дейді. Кешке жемсауы толып оралады дейді. Қолы жоқ, аяғы жоқ, жаңағыдай бір жұмыс істейтін, шаруа істейтін, кәсіп істейтін ештеңесі жоқ дейді оның. Бірақ Аллаға тәуекел етіп шығып кетеді дейді азанда. Біреудің шаруағынан бір түйір бидай жейді, ананың ауласынан бір түйір нанның несін жейді, бір жерден шегіртке жейді, әйтеуір кешке кекіріп жатады дейді. Насым болып несім, ол менде не жоқ, тіл жоқ, тасташ, жата беремін осы жерде. жұмыс жоқ деп. Жұмыс жоқ. Патологын қойып соңғы жүрген жігіттер, аяқ қол балғада жігіттерге. Міне, мен сіздерге айтатыным сол ғой қажекелер. Сұрап келген адамға бермеңдер деп. Қайыр сұрап, еңгезердей жігіттер келіп тұрады да, маңдайынан бұрғын келеді да, оңға. Жұмыс істесең Алла саған береді ғой. Сен сияқты адам ғой істеп жатқан бәрін. Екі қол, екі аяғы бар.